Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай үкілім брошкасының жасалу жолымен таныстыратын боламын. Бұны бойдақтарға тарту брошкасы ретінде де, жас жұбайлардың төс белгісі ретінде де, немесе ұзатылатын қыздың белгісі ретінде де пайдалануға болады. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Бізге моншақтар, стразы, бисер, фетр, булавка қажет болады. Толық тізімді видеоның соңында қалдырып кетемін. Алдымен осындай фетрдан 2 капля тәріздес шаблон қиып аламыз. Оның капля тәріздес болу өздеріңізге байланысты, яғни домалақ түрінде де алсаңыздар болады. Одан кейін F6000 деген менде фурнитураға арналған клей бар. Мен сонымен стразаларымды жабыстырып алатын боламын. Бұл бізде болашақта тіккен кезде стразаларымыз орнынан қозғалып кетпес үшін қажет. Клейіміз кепкен соң кәдімгі ине жіпті аламыз да стразаларымызды фетрімізға тігіп шығамыз. Енді қараңыздар, біз жан-жағын қазір ақ моншақтармен айландыра тігіп шығамыз. Ол үшін бірден 2 моншақты дізіп аласыздар. 2 моншақтың біткен жеріне инемізді шаншып кері өткіземіз. Енді инемізді қайтадан осы 2 моншақтың ортасынан өткізетін боламыз. Видеода көрініп тұр деп ойлаймын. Енді осы инемізді қайтадан алдыңғы моншақтың ішкі жағынан өткіземіз. Сол кезде біздің моншақтарымыз мықты болып тігіледі. Қазір тағы да бір рет көрсетемін тігілу жолын. Жақсылап осы тәсілді үйреніп алыңыздар. 2 моншақты бірден дізіп аласыздар. Фетрдің артқы бетіне инемізді шаншып қайтадан өткіземіз. Инемізді қайтадан 2 моншақтың ортасынан шығаратын боламыз. Енді инемізді тағы да алдыңғы моншақтың ішкі жағынан өткіземіз де жібімізді сәл тартып қоямыз. Сол кезде мықты болып шығады тігістеріңіз. Дәл осы тәсілмен міне мен фетрдің жан жағын айландыра тігіп шықтым. Қазір ішкі жағынан екінші қатар жүргізетін боламын. Екінші қатар тігіп шыққанда менде осындай үкілім пайда болды. Қазір ішкі бос бетін бисермен толтырамыз. Ол үшін инемізді бос жерінен шығарып аламыз. Тағы да бірден 2 бисерді қатар инемізге діземіз. Менде бұл жерде прозрачный бисер, сондықтан мұқият қарап алыңыздар, көрінбей қалуы мүмкін. Енді инемізді алдыңғы бисердің ішінен өткізіп, фетрдан жіп шығып тұрған дәл сол жерге қайтадан қадап, артқы бетіне өткіземіз. Сол кезде бисеріміз бірінің үстінде бірі қатар тұрып, бойлары мына ақ моншақтардың бойымен бірдей болып шығады.